жобасы басталды, достар. Сәлем достар, сіздермен бірге біз тағы да айқайлайық жобасы. Сіздерді келе жатқан жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз! Достар, жаңа жылды қарсаңында біздің бүгінгі бағдарламамызға, бүгінгі жобамызға келген азаматты мен айтпасам да жақсы танисыздар. Ең керемет теле жүргізуші, кезінде жайдарманшы болған, әрине бір керемет өнер иесі Тахир Сұлтан. Қарапайым ғана. Біздің досымыз. Амансыздар ма, құрметті көрермендер. Жалпы студияларыңызға келгеніме өте қуаныштымын. Бұл жобаны мен YouTube арнасынан, әлеуметтік желіден көріп, өзім бір кәдімгідей сүйсініп, Кіммен болған бағдарлама? Қай бағдарлама еді? Біразын көрдім, кімді? Нұркенді көрдім. Нұрсұлтан. Одан кейін Нұрсұлтан, одан кейін байлар, байдың балалары. Ұлан, бәрін көріп. Аузын ашқан кезде жоғарғы жағы басын қаптап, астың жағы тізесіне дейін түскен. Бәрін көреді екен. Көрдім, өзім бір қатысқым келіп жүрген еді. Шақырғандарыңызға рахмет, шын мәнінде өте қуаныштымын. Оның үстіне тағы ақша берілетін білгеннен кейін мынау жақсы болды ғой. Өздерің білесіңдер, жаңа жылдан кейін соған кеп тұрған сияқтысың өзіңде негізі. Негізі алды біраз қарыздарым бар еді, жабу керек болып тұр да, келдім. Ердің мойындаған жақсы ғой, сол үшін тез бастайық, ақша керек. Тахир, онда бұлағылайық, бізде айқайлайық жобасы интеллектуалды жоба. Интеллектуалды ма? Интеллектуалды. Бүгін біз Тахир Сұлтан ең Қазақстандағы мықты керемет жүргізушілердің бірі интеллектуалды. Қаншалықты интеллектуалды екенін бүгін байқайтын боламыз. Тахир, қош келіпсің. Ойбай, мақтағаныңыз тойда. Онда ережелермен таныстырып өтейін. Бізде бар жоғы 11 сұрақ, оның 7-еуі бірінші турда, екіншісі 4 сұрақ ол супер ойын, 7 сұрақтың біз қазір 7 сұраққа жауап беруіміз керек. Барлығымыздың құлағымызда наушник, ешкімді құлаққап. Ешкімді естімейді. Біз барлығымыз бесеуміз бір командамыз. Саған мына жерден алып бір сұрақты оқисың, жауабын білетін болсаң, сразу жауабын түсіндіресің, немесе білмесең бізге сұрақты түсіндіресің. Жалпы біз 1 минуттың ішінде сол сұраққа жауап беруіміз керек. Музыка тоқтаған екен сұрақтың жауабын жазамыз. Егер де бесеумізге бірдей болатын болса, онда дұрыс жауап. 1 минут. Яғни біздің супер ойында қанша дұрыс жауап болса, сонша уақыт болады. Біздің бүкіл алдыңғы шығарым бәрін көрген сияқтысың. Енді жұмыс жоқ, не істейміз? Үйде құр отырғанда. Енді Тахир, сіз білетін шығар, бірақ сонда да қайталап өтейін. Әрбір дұрыс жауабымыз ол 100.000 теңге. Бізде мысалы дәл осы шынымен 100.000 теңге ғой, жоқ, өтірік 100.000 теңге. Әр сұрақты бірақ аламыз. Болды. Оны кейін ұтқан ақшаны мен өзім алып кетем бе, әлде бөлісеміз бәріміз? Бөлісеміз. Тығу деген жоқ, сразу айтып қойын. Негізі бар, Закир деген. Соған бөліп, ана-мынау жүрме. Бізбен бөлісіп. Бірінші ұтып алайықшы. Дұрыс айтасың. Ақшаны оңайшылықпен бермейміз. Анда-санда бір жауап береміз. Осылайларын біліп етінші. Сонау Алматыдан келіп. Тахир, егерде ұтсақ бәріміздің жауабымыз бірдей болып шықса, жеңу жаңағы ұтудың бір қуаныш белгісін қана кешірім сұраймын, мен соңына дейін бітіре салайын. Бізде бітіре салатын айналайын, қыз керек шығар. Қыз демекші, мынау әр сұраққа егер біз жауап берсек 100.000 теңге, жалпы қазір Абай айтып кеткендей 7 сұрақ қойылады, ол 700.000 теңге. Егер 7 сұрақтан кейін бізде супер ойын, ол жерде 4 сұрақ қойылады. Егер сол 4 сұрақтың бәріне жауап берсеңіз 500.000 теңге. Соны қосқанда, сөйтіп 5-ке бөлгенде, сол бөлінген долясын өзіңіз алып кетесіз, Құдай қаласа. 1.200.000 теңге. Ал осы біздің шоудың демеушісі Мейрам Академиясы, және осы шоуды бүгін түсіріп жатқан Prime киностудиясына алғысымызды айтамыз. Рахмет. Мейрам Академиясына ақырындап дайындалып өруге бола ма? Тағы да бір диплом керек болып жатыр. Диплом қанша көп болса, сонша пенсияң да жақсы көбейеді дейді ғой. Шешеміз ғой. Тахир, жаңағыдай қуаныш белгі. Қуаныш белгісі. Егер ұтатын болсақ, бір қуаныш белгі, ұтылатын болсақ, қайғы белгісін ойлап тап. Соны ойлап таптым. Бағдарламаны енді мен шын мәнінде қатты ұнатқаннан кейін,
мен пысық адамдардың саусағы несі майысады дейді да. Мен көрдіңдер ғой, жүрек жасаған кезде қандай әдемі жүректің формасы шығады. Қуанған кезде, жеңген кезде енді ат кәдімгі әлемге жар салатындай айғайлайық екен ғой. Барлығымыз айғайлайық деп Бүйтеміз ба? осылай жасайық. Жүректен жұлып алып. Айғайлайық! Жүректен шыққан жүрекке барады. Дайындалайық. 1, 2, 3. Айғайлайық! Егер де ұтылып қалсақ, Керемет. Жап аузыңды! Ұтылып қалсақ, Или қысып отыр. Қыс. Жоқ, жабу аузын. Жоқ, қыс дегенде мен ускутты айтып отқан жоқпын. жап башын. Иә, қыс деп отырмын. Қыс мезгілі. Жым. 4 мезгілдің жоқ. Мезгілдер. Көктем, жаз, қыс деген сияқты. Жаб аузын дұрыс еді. Жап аузын ба? Жаб аузын дұрыс болды. Онда дайындалайық. 1, 2, 3. Жап аузыңды! Ойбой. Таза малақтың өзі ғой, бәле қор бәле. Өлтіреміз ғой, Өлтіріп жіберемін Жабу қазір. аузың. Онда Ойнағым келіп баратыр. айқайлайық жобасы басталды. Бізде бүгін Тахир Сұлтан қонақта. Тахир, қалай көңіл күй? Көңіл күйім Жақсы ма? керемет болып тұр да. Дайынсың ба? Бастайықшы тез. Достар, бізде бірінші сұрақ. Кеттік! Кеттік. Сұрақ тоғы. Отыр! Бүркіт! Я. Болды ма? Жауап па? Болды. Жауап па? Жауап? Сұрақ қандай? Сұрақты оқысай. Қазақстанда өткен маска шоу. Шоуының жеңімпазы. Маска шоу. Молодец, Бүркіт. Стоп. Болды, досрочный ответ. Мұна журналист қайтеді, өтіріп қалады. Рекорд болды ғой бүгін, Не ғой егер? Сонда бірінші сұрақ таптық па, дұрыс жауап таптық па? Шоу тапқан сияқты. енді Тахирге байланысты. Біз ойлағандай болатын. Біз ойлағандай болатын болса, Тахирге байланысты өз. Қалай? Ода кеше әріптерді дұрыстап жазды, ұят екен. Ал, Мен бірінен айтып өтейін. Сен бірден бейді орнынан тұрып бейткеннен бастап, бүркіт деп мен сразу. Жоқ, маска шоуына байланысты ғой, маска шоу. Иә, маска шоуына байланысты. Маска шоуына байланысты. Анау милицияларға қатысы жоқ, Жоқ. Не істейміз? Баста. Бүркіт. Бәрімізді ойлаймыз. Бүркіт. Ал енді сұрақты оқып жіберші. Бүркіт. Мына бүркіт суретті көрдіңдер ма? Жоқ, сұрақты оқып жіберші. Қалай салады? Қазақстанда өткен маска шоуын қандай жануар жеңді? Жауап. Қандай жануар жеңді? Не болды? Неге? Кім? Арқар. Иә, кім еді ғой? Кім ойнады Арқар? Арқарды кім? Мен шатастым. Ерден Жақсыбеков. Жоқ, Нұрбол. Нұрболхан емес па? Арқар. Ерден ғой? Арқар Ерден ғой. Кім жеңді? Жеңген Ерден әйтеуір, мен білетін. Енді сұрағын Ерден жануар емес қой. сұрақты оқымайсың ба? Иә. Мен кәдімгі толқып кеттім, негізі бар ғой, ана ютубтан көрген кезде айтамын да, не қиындығы бар кәдімгі. Бұл жерде сасқаннан. Сен негізі бізді де біздің алдыңғы шығарылымды көргенің өтірік екен. Сен негізі Малахов емес Ләйла Сұлтан Шын тыңдың ғой. Енді былай қылайық, достар. Жоқ, бұл бірінші сұрақ. Кәдімгі не ететінсінші, ты начинаешь уже волноваться, у тебя прям кипит. Я тебя понимаю. Қазақша сөйлесей. Қазақша сөйлеу керек. Давайте на қазақша. Давайте правильно. Он говорит, нам говорит, что говорит? Он говорит, Я, говорит, он говорит. Но он волновался, ребят. Он волновался, надо понять. Негізі, Давай. кішкене уақыт болғанда, 2 минут болғанда білетін еді. 2 минут емес, біз өзіміз 28 секундта тоқтатсақ, Мен тағы да болды, уақыт тоқтатыңдар деп қоям ғой. Мне кажется, завтра тебя хейтеры похоронят. Вам не кажется? Не знаю, я уже начинаю потеть. Ну, не надо потеть. Орысша сөйлеуге бола ма, болмай ма? Қазақша сөйлейік. Ну что ж, зрелищик оппозиция. Бір, екі, үш. Табамай қалдым. Ал,
Енді бірінші сұрақ. Такир, саспаймыз? Я, негізі болды, саспаймыз. Я, жақсы. Арқар екенін негізі білетін едік, бірақ бүркіттеп шатастық. Жоқ, негізі сендердің білмейтіндеріңді біліп, әдейі осылай жасадым. Жоқ, негізі түсіндіру жаман болған жоқ. Тез, әдемі. Просто жауап дұрыс болмады. Мен сол кезде күмәндандым ше. Ай, что-то тез болып қалды. Егер Арқар екен білгенде Арқарды қайтып көрсетті. Арқарды бүйтіп көрсететін. Мен сразу Арқар дейтінім. Горилла екен. Көңілді түсірмейміз. Бұл ең бар болған бірінші сұрақ. Бізде 7 сұрақ, алда 6 сұрақ. Бізде екінші сұраққа көшеміз. 100.000 теңге Не алайын. істейміз? Наушник, құлақ қап. Бізде тележүргізуші. Құлақ қапты тағамыз, құлағымыз. Тағамыз. Құлақ қаптарыңызды тағыңыздар. Құрметті жолаушылар. Кеттік. 30 жаста орда бұзбаса, 40 жаста не алмайды? Қамал. 40-да не алмайды? Жаста орда бұзбаса, не алмайды? Жауабын айтшы. Қамал. Жазу керек. Стоп! Досрочный ответ. Досрочный. Шымкенттегі микрофон оны кім білмейді деп отыр. Досрочныйлардан қорқатын болдым мен шыны керек. 3, 2, 3 десеңдер болды ғой. Жоқ, түсіндірілу жақсы болады, бірақ енді сұрақ қандай екен білмейміз да. Жаңағыдай болып қалмаса болды. Мен де салдым. Жоқ. Сүйретімен қос. Менің істегенім істемей қойыңдаршы. Жектер, менен басайын, мен түсінгенім бойынша былай 30-ыңда орда бұзбасаң, 40-ыңда қамал алмайсың. Қойшы, дейсің бай, адам жынына тейіп өтірік интрига ұстамай. Тенекер. Самал ғой. Жамал дейсің мұнды? Қамал. Такир сен? Қамал? Сұрақты оқып. Қамал. 30-ында Ол забор ғой, қамал. Орда бұзбасаң, 40-ыңда не сұрақ сонда ма? 30 жаста орда бұзбаса, 40 жаста не алмайды? Кредит алмайды десең де мынау. Қамал. 1, 2, 3. Бұлай мед? Бұлай... Жүрек сол жақта болады, не оң жақтан әкет. Жоқ, битті ғой, мен просто битші бермей. Жігіттер, өте тамаша басталып жатыр. Екі сұрақтың біреуіне біз бірден жауап бердік. 1 минут бізде бонуста. Лақтыра береміз ба? Лақтыра береміз. Ұяттарым жоқ екен, бәрі лақтыра беретінші. Жинап алатын адам бар, лақтыр бір. Өзім соңынан жинаймын ғой. Үйде пешке, пеш ағуға деген сияқты. Бір сетке жинай беріңдерші, сен мен жинаймын. Тағир екенсің сен же. Былай қылайық. Өлді қатындардың бәрі. Әдем. Чотки. Әдем. Сұрақ, оңай сұрақ. Кім тапты бірінші айтшы? Чоткидің қазақ жазғандай. Тап тұйнақтай. Нақты. Чоткидің қазақшасы ма? Нақты. Зың. Зың. Әдемісі. Пашинкенский зың. Ал, бізде 3-ші сұрақ. 3-ші сұрақ көшеміз. Екеуін ұтып тастадық па? 3-ші сұрақ табайықшы. Жоқ, біреуін ойнапсың талғам. Кеттік. 2, 1. Қашықтықтан басқару пультін ең бірінші ойлап тапқан кім? Қашықтықтан. Не ол? Сұрақ. Қашықтықтан. Расстояние. Басқару. Пульт. Соны кім тапты? Пультті ойлап тапқан кім? Кім тапты пультті? Телевизор. Кім ойлап тапты пультті? Телевизорды ма? Телевизор. Со пульт бар. Эдисон ба кім? Эдисон кім тапты? Кім ойлап тапқан? Түсіндім. Ойлап тапқан кім? Оны
пульт ойлап тапқан. Пультті кім ойлап тапты? Кім? Пульт ойлап тапқан. Мына қара, пульт деп жазайық. Пульт. Вариант жоқ басқа. Басқа жоқ. Тоқта, тыңдаңдар. Пультті кім ойлап тапқан? Пульт деп жазайық. Стоп. Өте қиын сұрақ болды. Мен түсіндім, бірақ түсіндім. Оны мен түсіндім. Бәріміз түсіндік. Бәріміз түсіндік, бірақ енді жазайық. менің ойымша Ол зат қалай аталады, сол адам ойлап тапқан шығар деп ойлаймын мен. Иә, бұл жерде ондай адам жоқ та. Тыныш жазып алайық, кейін талқылаймыз. Мен бірақ білмейді екенмін оны кім екенін. Мә, не деп жазам мен? Мен жаңа түсіндірдім ғой не деп жазу керек. Соны жазыңдар. Болды, кетті. Соны жазыңдар. Болды. Тым болмаса Кішкене подсказка. Подсказка жоқ. Жаз. Бірдеңе ешқандай. білмеймін. Бір нәрсе жазу керек қайтер. Бір нәрсе жазу керек. Білмеймін деп жазуға болмайды. Бір нәрсе жазу керек бірақ. Жазу керек, жауап. Логикаға сүйенсеңдерші, логика. Бұл логикаға сүйенетін сұрақ емес. Жоқ, бұл логика емес, бұл фактология ғой бұл. Бұл шын мәнінде фактически техникаға, физика, электроника. Иә. Жазғаныңыз былай аударып қойыңыз. Тахир аударып Жазып па? Сурет сабатқан жоқсың ғой, не жазаңын білмеймін. Жоқсың. Суреттен бұрын не жазым? Сұрақ не болды ал? Жазса енді. Қанат. Сұрақ пультті ойлап тапқан Қызыл адам. диплом, жазшы. Соны білмесеңдер қойдымеймін. Не, былай подсказка беруге болмай ма? Мысалы, білетіндерден. Жоқ, біз 1 минуттың ішінде сол не алуымыз керек. Мен білсем айтарым ғой. 1 минуттың ішінде соның бәріне үлгеруіміз керек. Бір-бірін білетін болсақ подсказка. Абай сен не деп жаздың? Сұрақ сол болды ма? Менен бастайсыздар, мен қазір қортағым ғой. Мен соңынан Бәріміз де қортайды. Давай. Менің логикам бойынша пультті ойлап тапқан кім? Пульт это телевизор, да? Телевизорды менің ойымша Томас Эдисон ба, сол Ол ойлап тапқан. светті. Жарықты ма ол? Жарықты. Ол жарықты ғой. Томас Эдисон дедім. Ой, сен атыңды ауыстыру керек болды. Мен ойымша сол зат қалай аталады, сол адамның ойлап тапқан адамның атына не алған шығар. Пульт дедім мен, не болса да. Басқа варианттың жоқтығынан жаз. Пультыгин деп па? Варианттың жоқтығынан жаз. Енді білмеймін деген екен әйтеуір бір нәрсе жазу керек деген екен. Жаздым енді бір нәрсе деп. Не істеймін? Сен не алып жаздың? Жоқ, сен давай. Қызын жол жіңішке басташы. Мен білем ғой, мен не екенін білем ғой. Сен не қасың? Ой, мен білмейді деп тұрсың ба? Ой, салға сөйлеп. Бұны қазақ кісі негізі ойлап тапқан. Пультті ма? Фамилиясын ұмытып тұрмын. Бірақ бұны бізден басқа елдер ұрлап алған. Ниязбеков деген кісі негізі ойлап тапқан. Сөйтіп, енді жауабын көрсін. Шынымен ба? Ниязбеков. Аты есімде жоқ. Ең өте оңай сұрақ, жігіттер. Ой, мен просто білмеймін да, Нұрлан Еспанов дедім. Оқшы, сұрағымен жауап. Егер де мен Балаға кешіріңізші, бірақ Қашықтан басқару пультін ең бірінші ойлап тапқан кім? Ниязбеков болса, мен айтып жатырмын ғой. Жоқ, сол бір нәрсен Шәкен Ниязбеков. Көрдіңдер ма? Бұны қазақтың негізі Ниязбек Шәкен шыдан Ниязбеков деген кісі Еспанов емес па? Жоқ. Отыршы. Қызымен бітіргендерді бірінші есі басыңыз тыңдап. Ниязбеков деген кісі ойлап тапқан. Соны біз қазақ бола тұра өзіміз білмегеніміз. Япония бұны ақшаға сатып алған. Бұл кісіге келіп мен үшін жаңалық ол. Біраз уақыттан бері Сен үшін жаңалық емес, көндіріп, ақша беріп, сөйтіп сатып алған, сөйткен кім болып, солар болып кеткен автор. Қанатқа болды осы сұрақты иә деп. Қазақтың несі автор осы қазақ. Енді осы орайда біз қазақтар ойлап тапқан. Шындықты айтсам екен. Қанат аты кім? Шәкен аға, кешірім сұраймын сізден. Иә, бізде Қазақстанда расында да бар дүниені, яғни мысалы таланттар да бар, мына пультті ойлап тауып жатқан адамдар бар да. Осындай адамдарды ұлықтай алмаймыз біз. Бағалай алмаймыз, оларға білмейміз.
Мен бір сұрақ қояйыншы. Білмегенді білеміз, бірақ мына нәрсені сондай бүкіл әлемдік жаңалықтар қазақ ойлап жоқ та, ешқандай қолдау жоқ. Енді сол пультті біз шетелден былайша айтқанда Япониядан сатып кешіресіздер, Япония біз қазір мына жерде бізде уже миымызға мынандай нәрсе құйылып қалғанда бұны солар ойлап тапқан деген дұрыс па? Япония бізден сатып алды деген сөз. Американец или европейский әртістер Япония мысалы сол сатып алғанда үлкен қаржы береді. Оның бірден бір шарты ол ешкімге айтпау керек. Айтпау керек. Ол Шәкен ағамыз ешкімге айтпау керек. Онда неге біз айтып отырмыз? Тарихтан оқысаңыздар, ол сондай. Қана білетін болғаннан кейін оны біз білеміз ғой, оны айтпау керек деген шарты болғаннан кейін біз тауыз айтесің. Сонда мына кісі пультті ойлап тапқаннан кейін барып бәрі пультті қолданған ба сонда? Негізі бұл біраз көрермендерге де жаңалық деп есептеймін мен. Абай, енді мойындаңдар ма қызылмен бітірген кім екенін, қалай, не үшін? Сен әшейін далбасалап айта салдың ғой. Мынау вообще мен не Сабырбеков демеймін, не басқа демеймін, Ниязбеков деп отырмын тауып. 1, 2, 3, жап аузыңды! Біз келесі сұраққа көшеміз. Келесі сұрақ бізде. 3 сұрақтың біреуіне ғана жауап бердік, е? 4-ші сұрақ аламыз қазір. 4-ші сұрақ. 4-ші сұрақ. 3, 2, 1. Оға. Көлдің ортасында не бар? Көл. Так. Көл. Ортасында не бар? Ортасында не бар? Көлдің ортасында не бар? Остров. Көлдің ортасында Ө бар. Өрпі бар. Бол. Ө бар. Көлдің ба? Көлдің ортасында. Бұның сүйретін самайды шығарсын енді. Ол өз сурет қой, неміз ау. Сен сөйтші. Негізі Абайдың кейде басы бір тиме алады. Осыны текеді да. Бұл жерде логиканың болса көрік та, бұл логикалық. Бедекші, құрметті көрермендер, Қанат осының сүйретін сасыншы. Бір уақыт бедекші. Мен сап қойдым. Сен сап. Ой, менің көргенім істеп, әйер жұттыр. Сурет самаяқ. Мен бастайын. Иә. Көлдің ортасында не бар? Көл деген сөз, ішінде ортасында ө бармын. Ө бар. Біз де солай түсіндік. Білмеймін мен, дұршау, мен сөйтіп сендердің барлықтарын көндірдім мен соғын. Иә. Абай бірден. Шаш қона, басы оның ортасында не болуы мүмкін ал? Көлдің ортасында не болуы? Арал болуы. Жоқ, көлдің ортасында. Здрасте, покрасите. Көлдің ары, көл болса өзі. Өз, көл. Арал деп жазады деп ойлаған ғой, негізі. Арал деп дейді. Дәңгер арал деп айтады. Жоқ, ортасында шөп де болуы мүмкін. Негізі сөзді айтудың қажет жоқ ау деймін, өйткені цензура деген нәрсе бар телевизияда. Арал деген сөздің мағынасын білесің бе өзің? Бұл біледі. Арал тұз ғой, тұздың аты арал тұз. Сексология ғылымында орыстар көп қолынан, енді орыстардың айтуы да, сонда бір Билл Клинтон, Моника Левинский. Сұрақты оқыш. Сол арал деген Сөйтік соған көшекші. теория жүзінде қолданайық, практика жүзінде. Сұрақты оқса бірінші. Көлдің ортасында не бар? Жауап. Бір, екі, үш. Айқайлай! Үшеуін таптық ба? Екеуін таптық. 4 сұрақты екеуін таптық. 200 теңге бар, 200 теңге бар. Достар, біздің каналға тіркеліңіздер, колокольчикті басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, қай жүргізуші сіздерге ұнамайды, кім қалай ойнап жатыр, міндетті түрде пікір қалдырыңыздар. Және де сіздер біздің каналға тіркелсеңіздер, сіздер келесі шығарылымды басқалардан бірінші болып көре аласыздар. Ал бізде кезекте 5-ші сұрақ. Кеттік. Жігіттер, дәл осы қарқында жалғастыратын болсақ, онда міндетті түрде бүгін жақсы сома жеңіп аламыз. Одан кейін қыдырамыз. Бүгінгі қыдырудың несін, ақшасын мен шығармаймын. Саған байланысты, енді жақсылап ойнасақ, енді бәрімізге байланысты. Что-то ұтылатын сияқтымыз. Қарғанбай отшы айналайын. Кредит жоқ адамның әңгімесі ғой мынау. Құдайға шүкір. 3, 2,
Картоптың отаны. Картоп. Картоп. Картошка. Картошканың отаны. Белоруссия. Картоптың отаны. Белоруссия. Картоптың отаны. Белоруссия емес па? Отаны. Украина. Картоптың отаны. Белоруссия емес. Украина ма? Белоруссия. Португалия. Белоруссия. Картоптың отаны. Картоптың отаны. Чипсы. Украина. Лукашенко картоп қазып жүр. Картоптың отаны. Ана Лукашенко Қай жақтан шыққан ол? Картоптың отанын кім біледі? Белоруссия. Стоп. Абай, соңғы сөзін. Сендер Не будет вам не зверя? Бірақ білмеймін, негізі ол тағамның... Жоқ, сол, мен... Мен нақты Лукашенконың жүргенін көргенмін, қазып. Шынымен сондай ма? Болды. Давай, жазыңдаршы. Болды, жазылды. Мен өзім ойым жазам мен. Ширетін. Сап қойым. Картасын ба, бейтіп. Сап қойым. Басқа не деймін? Ал, бірақ негіз қате болудан мүмкін себебі ше? Оның нақты отанын кім біледі? Жоқ. Тоқтасай. Айтайын. О, негізі тағам болып тұр ғой бұл жерде. Жоқ. Тағам болып тұрған жоқ. Жоқ, мен... Бір ғана вариант жазу керек па? Біреу. Болды. Мынандай ғой, бәріміз түсінікті. Картошканың отаны ғой, картоптың отаны деген сұрақ сондай, дұрыс па? Менің ойымша картоптың отаны ма? Картоптың дедім ғой мысалы, отан. Картоп. Сеніңше аузыңда же мен жаркояның отаны. Қойшылей. Картоп. Дым келмей Картоп. Мен почему-то жаркой. Шашлык дейсің ба? Шашлык. Логикам бойынша, менің білуім бойынша мен Украина деп ойладым. Не үшін Украина? Білмеймін, мен сол жақтардан келетін сияқтысың, бірақ сен Белоруссия деген екен. Белоруссия. Мен білем ғой, жігіттер. Қызылмен бітірген баланы. Белоруссия жаздым, бірақ мен мектепте оқыған кезде әйтеуір есімде қалғаны Португалия. Неге сөйтіп айтпадың енді? Негізі сендер бүйтіп енді Белоруссия деп кетіп отқаннан кейін. Оқшы, сұрақ Сен неге Белоруссия дедің? Өйткені сояқтың отаны көп шығады. Картоптың отаны. Көп шығатын жерлер отан емес қой? Португалия. Көп егеді олар. Көп егеді. Брат, действительно қызыл оқығансың екен. Или Португалия. Позор. Какой позор у нас сегодня в студии. Португалия? Оңтүстік Америка. Анау сонда не істеп жүр Беларусь? 1, 2, 3. Аузыңда қана. Белоруссияда бәрін шатастырып. Жоқ, Беларусь емес пе? Бізде де өседі ғой картоп. Жоқ, негізі көп сояқта өседі. Жоқ, негізінен мен өзім баяда оқыған кезде Белоруссияда көп өседі. Картоп өнімі көп шығатын экспортқа. Оказывается, оңтүстік Америкада көп. Сол жақтан келген де. Бізде мысалы бидай көп өседі. Біз бидайдың отаны емес. Мен негізі ше. Бидай бізде шыққан жоқ қой. Біз Қазақстанда ше. Білесің бе, бидайдың тамырының ұзындығы қанша екенін? Жалпы, примерно қай жаққа дейін жететін? 1/20. Жоқ, бидайдың тамырының ұзындығы... Асты. 8 метрге дейін ба, по-моему, сондай. Жоқ, егер бұлай қарайтын болсақ, мысалы қашықтықпен санайтын болсақ, Қазақстанмен, яғни Шымкент пен Москваның аралығындай бидайдың тамыры соншама төменге тереңге кетеді екен. Соншалықты тереңге кете тұра суға жетпей ма сонда? Кейбір кезде жаңбыр жаумай қалса бидай шықпай қалады ғой. Жоқ, суға жеткенімен сен енді қарай жоғарыға көтеріліп үлгермейді да? Нәрі алып дейсің ғой. Су астына қарап кетеді. Оны қандай немен айтып бидай туралы айтып отқаннан кейін негізі бидай туралы емес, бізде картоп туралы болды да. Енді картоп туралы айтып, ешқайсың еш нәрсе айта алмағаннан кейін, тым болмаса бидайды айтып білетініміз. Білдің ба сен оңтүстік Американы? Оңтүстік Белоруссия дейсі қалында. Қанат сен картопты жардың. Жардың ба? Жоқ, негізі Беларусь. Негізі автор, по-моему, оңтүстік Америкада өз қора салды деймін. По-моему, Белоруссия. Мен оққан бойынша. Редакторларың Бізде қанша сұраққа жауап бердік? Екеуіне
5 сұрақ айтылды, иә? Бізде кезекте, достар, біздің ардамыздан алшақтамаңыздар. Бізде бүгін қонақта Тахир Сұлтан, 6-шы сұрақ. Иә. Бегемоттың қазақша атауы. Бегемот. Қазақша атауы. Қазақша. Бегемот. Қазақшасы Су сиыр. Бегемот. Сусир ғой. Стоп, уақыт біткен жоқ. Стоп, уақыт енді бітті. Сүйретін самайтын шығарсың енді. Салам. Себебі көргенсің ғой. Иә, көргем. Жаздық. Таптық ал. Анау негізі қанат сосын бір өтініш, анау табамаған сұрақтың да жауаптарын сүйретін сашы, пожалуйста. Ұялмай. Біліп жүрейік, иә? Себебі анау позор болып, мынау не болды? Позор болып. Енді мынау жігіттер, мен айтайын. Түсінікті қылып айтты да бұл. Бегемот деді. Иә. Аузы дәу бегемот айтты. Соның қазақшасы деді. Бегамот, иә. Негізінен Бегамот. Пистолет деген сияқты. Соны мен оқып, сұрақ сендерге түсіндіріп, учетчик есіме түсіп жатыр да. Бұнаның жауабы су сиыр ғой. Иә, су сиыр деп айттың. Қазақшасы бегемотты қазақшасы бегамот болу. Қанат. Сендер сиырды көрсеткен түсіндің ме? Су сиырды бірінші кім айтты? Су сиырды бірінші, ол бірінші мен айттым. Тыныш қанатты сұрақ қазір айтады өзі. Мен енді кейде бір құлағым естімей қалады. Әкеш, бұл жолы сен негізі. Сен бажасыңдар ау деймін, ә? Міне, су сиыр. Менде де су сиыр. Ал енді жауабын көрейік. Сиырдың суы. Баса оқамаз? Бегамоттың қазақшасы. Су сиыр. Жүректен шыққан сөз жүрекке бағанша бір ең қатты осы алда қанша мысалы бағдарламалар болды ғой, қанша қонақтар болды, ең қатты ұнағаны осы Тахирдің несі. Анау несі ма? Четкий түсіндіреді. Жүректен тағы да жүректен қалай тапты өзі? Жүректен Шыменскийсің ау деймін. Соны негіз біраз ойландым, егер мен шақыратын болса қалай не көрсетсем екен деп қайта шақыра берсін деген ниетпен осы сендердің осы жобаларыңа махаббатымды толығымен көрсетейін дедім да. Журналист десе журналист. Тахир. Бізде қазір Тахир. Не деген адем акцент, иә, рахмет. Мен бегемоттың қазақшасын білмейді екенмін. Қош. Білмейді екенмін. Қалай білмейсің? Су сиырден енді біліп отырмын. Тағы да бір нелердің қазақшасын айтып берейін ба сендерге? Баклажанды айтпақ. Баклажанды айтпақ қой. Баклажан. Қазақшасы. Енді былай қылайық. Жоқ, өткен бағдарламада айтып қойдық қой. Қазақша сондай ғой енді. Сол нәрсені жеп жатырмыз ғой, болдық қой. Одан да баклажан жейікші. Достар, бізде 6-шы сұрақ, ә? 5 бітірдік па уже? 7-ші сұрақ. 6 сұрақтың біз 3-ні жауап бердік. Иә, енді 7-ші сұрақ. Бірінші турдың ең соңғы сұрағы. Тахир жаман емес. Бірінші бөлімнің ең соңғы 7-ші сұрақты. Табамыз деп ойлаймын. Табамыз. Тахир Сұлтан бізде қонақта 7-ші сұрақты қазір. Аталарым айтып отыр, табасыңдар. Иә. Жүрек белгісін құлақ қап түгеміз. Кеттік. Оға. 16 қыз әнінде толықсыған қыздың есімі кім? Дауыстап оға. 16 қыз бір
6. 16 Kız. 16 kız. 16 ayel. Mikrofon. Ana 16 kız. 16 kız. 16 ayel. Bak soның ішінде толықсыған қыздың есімі, толықсыған қыздың есімі. Раиса толықты. Раиса. Толықсыған Раиса. Маруся, орысша. По-моему, Маруся, я. Маруся. Дәрігер, Маруся ма? Эй! Толықсыған Маруся. Стоп. Сен жауапты негізі біліп айтып отырсың ба? Стоп. Сөйлемейміз, жауапты жазамыз, бәріміз қоямыз, одан кейін. Енді сол біз ойлағандай нәрсе болып шықса, біз ойлағандай болып шықса, зор болыпты. Мен дұрыс таптым деп ойлаймын ше. Сен ба? Ал басташы. Бұл жерде дұрыстау емес, бәрін бірдей жазған. Маңыздылау. Сұрақ 16 қыздағы әндегі толық қыздың аты кім ғой? 16 қыздың, е? 16 қыз емес, толық қыздың. Толық қыздың ба? Толықсыған қыздың есімі. Ойбай. Маруся деп жаз. Мен де келген қонақты сыйлаймын, осы кісінің версиясын жаздым. Маруся деп. Мен де Маруся деп жаздым. Сен не алдың? Маруся. Сен өлі анау не? Таисия. Немегі Таисия? Толықсыған Жоқ қой, ондай адамның аты жоқ қой. Бұл әнді миллион рет естігенбіз. Таисиясы несі? Білеміз бұл әнді ше, кәдімгідей. Дәнекер? Мен жоқ. Саған не спонсор? Жоқ, Раиса десең можно было. Мен толықсыған Раиса. Раиса деп ойладым бірінші. Толықсыған Т дегенге Толықсыған Раиса, е? Қанат, сен не жаздың? Да пошла бы сюда, мы Панелопа дейді ғой. Панелопа дедің. Маруся. Жоқ, Маруся дедің, бірақ Панелопа деп айтқан сөзі бар. Пенелопа. Мен үшін Панелопа. Қызыл дипломға бітірген баланың жазуы. Орфографиядан. Жоқ, сен Маруся хотя бы жаздың ғой. Сен бірақ бұл әнді естігенсің ғой. Қанша естігенсің ғой? Таратай. Көзінде әши баланың бір ақылды деп ойламаңыз. Таисай де ме? Ойбай. Маруся десең, Маруся. Толықсыған Маруся тым келмейді ғой. Слабы ты домой, Пенелопа деп айтатыны бар ма? Сұрақты оқишы. Сұрақ толық айт. Жауабын көрейік та. 16 қыз әнінде толықсыған қыздың есімі кім? Панелопа болып шықса арза боларым. Өлді қатындардың бәрі. Маруся. 1, 2, 3. Жап аузыңда, дәнекер! Я, болды, кеттім мен. Енді ақылдым деп айтып көрші ма? Толықсыған Таисия. Толықсыған Таисия. Жасың менен үлкен 70-ке келген адамсың да, я? Маруся толық бітті сонда? Оның ішінде Таисия деген адамның аты жоқ қой. Мен қанша Марусяны көрдім да, толық Маруся. Құрметті достар, біздің каналға тіркеліңіздер, пікір қалдырыңыздар. Дәнекердің мынау істегеннен кейін Дәнекерге қандай бір кімге теңеуге болады Дәнекерге, соны комментарийға жазып кетіңіздерші, достар. Тіркеліңіздер біздің каналға, сосын келесі шығарымды сіздер бірінші болып көретін боласыздар. Бұл негізі тайский салат деп па? Мен апелляцияға беремін осы сұрақты бірақ. Кімге? Білмеймін, авторына. Авторына ма? Әлде Досмұқасан тобындағы ағаларымызға ма? Маруся ма не? Маруся. Я люблю тебя. Толықсыған Таис. Рая. Дұрыс. Негізінен почти бәріміз тауып бұз сен ақ екен ғой? Әлде де көрейікші. Марусян қалай не қылдың сен? Дәнекер сен әдейі кесіп отырсың. Сен мен Маруся деген я дедім ғой. Толықсыған Таисай. Жоқ. Қалай отвечаю сен? Мейлі, мен апелляцияға... Чтоб твоя теща забеременела. Кіммен соттасасың? Өзің соттап кетесің. Мына бағдарламада осы сұрақты тапқан адамға, осы сұрақты жаңағы мен сотқа берем. Менікі дұрыс. Ана киноны қайтып көріп шығамыз ба, ерінбей?
негізінен біз қазірше былай немізді алып тұрған жерімізден жауап аузын қыжып едің ғой сен. Сонымен достар, бізде 7 сұрақ ойнатылды. Біз оның 3 сұрағына жауап бердік. Қазір біздің еншімізде 3 минут бонусымыз бар. Біз қазір супер ойынға көшеміз. Енді супер ойынның тақыр ережесімен таныстырып өтейін. Білетін болсаң да, біз енді сол біздің жинаған 3 минутымызда біз төртеуміз енді саған сұрақтың жауабын түсіндіріп, сен мысалға бір сұрақтың жауабы болатын, сен әртүрлі жауаптар айта бересің. Әйтеуір бір совпадение болып қалады ғой, енді сәйкестік болып қалған кезде саған мынандай жасыл свет жанатын болады. Жасыл свет жанса, демек дұрыс жауап, ары қарай солай кете береміз. Осы 3 минутта біз үлгеріп осы 4 сұрақтың бәріне жауап берсек, онда бізде 500 мың теңге, ар жағында 300 мың, 800 мың теңге жаман емес. Енді тоқтама көр, айта бер жауап. Біреуді айтып қойып қарап отырмын. Тагир, енді сен шешесің. Кім бірінші, кім екінші, кім үшінші, кім төртінші, кім бастайды балдардан түсіндіруді. Былай жасайық. Бірақ 4 сұрақтың барлығына жауап берсем ғана. Берсең ғана, ол біреу сұраққа жауап бермей. Сәкен, сен енді ренжімеш, енді бетке айтқан. Мен соңында айтамын. Айыбы жоқ қой. Мен уже білем, айтпай-ақ қой. Сен соңында аламын. Біздің бағдарламаның бәрін көріп жүрсің-ау деймін. Көріп. Бірақ сенің очкиң әдемі. Мен заявление жазамын. Ал, бірінші кім бастайды? Мен? Жоқ, Абай сен басташы. Абай. Одан кейін Қаны сен бастайсың. Мен? Сен и Қалай басынан айтыңызшы. Бірінші Абай бастайды. Екінші Қанат, үшінші мен. Болды, шаруалар бітті. Достар, супер ойын басталды. Тахир Сұлтанмен бірге жеңеміз. 3, 2, 1. Кім тату болса ас көп. Абысын. Апельсин. 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 Абысын тату болса. Абысын тату. Қолмен көрсетіп берші не ол? Қайық. Орама. Бажаның женский варианты. Абысын тату болса. Бажаның женский варианты. Абысы. Білмейсің ол сөз. Ол сөз білмейсің. Абысын. Тату болса ас көп. Абысын тату болса Абысын. Ең кіші планета Меркурий. Бос айтармайсыз етпей. Бесікке бөлеу, жаңа туған балаға ат қойып, оны алғаш бесікке бөлеу салты. Шілдехана. Жоқ, Жындыхана. Оқсай. Бесік той. Бесік. Той. Давай. Ірі іші. Ірімеші. Сәкен. Сармайсыз етпей білесіз. Сәкен. Сенат. Ана заттар қоятын. Жоқ, Сенат. Парламент. Сенат. Депутат. Сенат. Мен мынада вообще Данегердікінде естімедім. Абысын деген сөз естімегенсің ба? Естіген. Абысын деген сөз. Түсінбей жатыр ғой ауызбен. Жоқ, сен Сакеш. Абысын дейді ғой, абысын десе. Түсінбей жатыр ғой енді. Абысыдан бұрын сен вообще айтасың, сөз айта бересің, жауапты сен қайда болса келтірсей, мен не екенін еш түсінбедім. Действиямен көрсетіп Депутат деген түсіндіре сразу. Депутат сен деген аузынан уже естіп жатырмын, нетіп жатырмын да. Бастық мен Кім тату болса ас көп.
Сен абысын деймін. Абысын деп сендер бәрін түсініп қойдыңдар ғой. Сразу мен біріншіден мен сразу абысын дедім. Бұл абысын деп отыр. Ас десе, зачем абысын? Жоқ, ас Дұрыс қой. Кім тату болса ас көп. Абысын? Қайық деп нетіп отырмын да. Енді сұрағанда абысын дегенде. Абысын. Абысын жаздық қой. Абысын тату болса ас көп. Екіншісі мен. Ең кіші планета дейді. Меркурий деді. Меркурий, міне Меркурий. Жаңа туған балаға ат қойып, оны алғаш бесікке бөлу салты. Бесік той? Бес той айтты ғой, мен бесік. Парламенттің жоғары палатасы. Жоғарғы палатасы. Сенат. Мен таптық қой. 1, 2, 3. Достар, біз бүгін жеңіске жеттік. Супер ойынды ұттық. 3 сұраққа дұрыс жауап бердік. Тахир Сұлтан мен бірге біз 800 теңгені ұтып алдық. Енді былай жасайық. Мен жаңа айттым ғой. Бұл ойында жалпы шын мәнінде ерекше ат салысып, кәдімгі барын салған барлықтарыңыз, төртеуіңіз емес. Абай мен Қанат қана. Сол үшін саған 100 мың, саған 100 мың. Рахмет. 600 мыңды Рахмет, Құдай. өзіміз бөліп аламыз. 100 мыңды ақша. Бәке, 100 мыңды ақша. Неге маған 100? Сен енді бағандайың тайынсаң, вообще бермей-ақ та ғой. Мен сотқа берем бірақ. 30 мың теңгелік нәрсе мынан. Мен қазір мына бағдарламадан шығайыншы. Кімді, бізді ма? Редакторды ма? Редакторды, жалпы осы мына шоуды ұйымдастырушылар бәрін сотқа берем. Дос Мұғаза мен Жұмыссыз қаласың, айналайын. Қазір продюсер ма, режиссерің естісе бітті. Тайский салат қыз жібереді сені. Итакта қазір жұмысың жоқ, не істейсің үйде отырғанда айт. Достар, бізде бүгін қонақта болған 800 мың теңгені бәріміз бірге ұтып алған біздің қонағымыз Тахир Сұлтан. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше сау болыңыздар дейміз. Я, достар, әрине бізге демеушілік жасаған Мейрам Академиясына және Prime студиясына алғысымыз шексіз. Ал біз келесі кездескенше не істейміз? Айқайлай! Баршаңызға алғысым шексіз. Расында бағдарламаны көріңіздер. Төменде өздеріңіздің ой пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Міндетті түрде ана шылдырмақты басуды ұмытпаңыздар. Абысындар, комментарий жазыңыздар, абысындар. Қашанда жақсылармен тату болған сіздермен бірге бүгін қонақта мен Тахир Сұлтан айттым анау туберкулез